поражения, не бывает побед. Дома отыграемся. Ал құрметті көрермендер, батыстық дерби басталды. Бүгін біз Ақтөбе командасына қарсы ойын өткізетін боламыз. То есть басталды уже. Біздің жігіттерге сәттілік. Керемет. 3000 жарымдық стадионның 2500 қателеспесем Исландияның жанкүйерлері зат істеп жатыр. Осы атмосфера үшін фан-клуб жігіттеріне үлкен рахмет. Ал командамызға сәттілік. Кірмей жатыр голдар, кірмей жатыр. Высоко играй, высоко! Өте қызықты сәттермен бірінші тайм аяқталды, бірақ 0-0. Ал давай, үзілістен кейін кездескенше. Это одна из наилучших нашей игры, ребята. Мы очень хорошо играем. Надо продолжить. Мы сейчас, ребята, второй тайм продолжим так, как мы говорили. Оставим свое сердце и своя душа и выиграем. Хорошо? Давай! Осындай темппен екінші таймды бастаймыз. Ал жігіттерге сәттілік. Каспий бол. Каспий командасы бүгінгі ойында өзінің алғашқы голын соқты. Голды соққан 22-ші нөмірлі Артем! Есеп 1-0. Қай команда алды? Айсаус! Бүгінгі ойында Еркебұлан Нұрғалиев өзінің өткен жылы өнер көрсеткен командасына Каспий сапында бүгін екінші голды соқты. Есеп 2-0. Нұрғалиев өз командасын сыйлағандықтан бүгінгі голды тойлаған жоқ. Так что есеп 2-0. Солай біздің Каспий осындай.
Каспио! С дебютом! Салам алейкум, салам, братан. Хорош! С дебютным голом, родной! You see Bara, Cristiano Ronaldo Bara, катастрофа. С дебютом! Да, конечно. Азат! Хорош, брат! Ну, Хорош. хорош, Евгений! Салем, угловой! Катался! Дәл осындай! Иә, құрметті көрермендер, ұтылып білу керек. Білем, бәрімізге оңай емес. Өзгенің стадионында біздің команда уақытша дұрыс нәтиже көрсете алмай жатыр. Бірақ та осындай кіші жеңілістерден кейін бізде болашақта үлкен жеңіс болатынына мен сенімдімін. Так что осы болған жағдайларды артқа тастап, алға жылжудың ойлау керекпіз. Сол сияқты біз алға қарата жылжимыз. Өткен ойын ол өткен ойын. Алда ең маңызды ойын бар Тараз командасына қарсы. Ал соған дайындық барысында біз бүгін Ақтау қаласындағы 19-ші гимназияға келдік. Қонақ болып келіп, біздің болашақ жұлдыздармен кездесу өткізуді жөн көріп отырмыз. Ал енді көреміз, біз 19-ші гимназиядамыз. Бірінші орында тек сабақ шекті. Бүгінгі ойында Каспий командасы алғашқы гол соқты. Хотя мы можем в чужом поле играть, да? Братан, мы вообще-то сгорели только что. Нет, 2-2 запишем. Сен не алғышсың, Балдар арман одан деп. Құрметті көрермендер, бірінші орынға қайтадан шығуға мүмкіндігі бар матч басталды. Каспий Тараз, біздің жігіттерге сәттілік, ал біз бастаймыз. Каспий ғой.
Еще Тараз командасы қызыл карточка алып кетті. Есеп 1-0. Никола Цуцкич. Давай, Макс. Хорош! Пашка! Паша забил! Паша забил! Хорош, Макс! Наконец-то, родной! Наконец-то! Хорош! 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 Умница, Паша, умница. Пашка бүгін гол соқты. Осы маусымда Каспий сапында алғашқы голын соқты. Ал Пашка, дальше, больше, давай. Есеп 2-0 біздің жігіттер алды. Настроение. Керемет бол. Шіркін-ай, жас қанаттың атмосферасын-ай. Әдемі, әдемі. Жас қанат стадионында өзіміздің аламыздағы кезекті жеңісіміз. Есеп 2-1. Каспий командасы бүгінгі ойында жеңіске жетті. Заңды бірінші орнымызға келдік. Каспий. Рахмет. Рахмет. Хорош, құрдас. Қандай жеңіс болса да, жеңістің әті жеңіс. 3 очко. 3 очко, самый главный 3 очко. И бірінші орын. И бірінші орын. Әдемі ойыннан кейін келесі күні Зенит сапында Ресей чемпионы атанған Каспий футбол клубының түлегі Нұралы Әліпті күтіп алып, біздің болашақ жұлдыздармен кездесу өткіздік. Кездесу сұрақ-жауап форматында әдемі өтті. Нұралы бауырымызға алдағы ойындарда сәттілік тілейміз. Каспий.
Құрметті көрермендер, осымен 101-ші шығарылым өз аяғына жетті. Ал 100-ші шығарылымда ойнатқан мына жейденің жеңімпазы дәл осы комментарий. Ал Елдос бауырым, жеңісің құтты болсын. Бұл сыйлық сенікі, мен үшін қымбат жейделердің бірі. Ал мына шарф неғып тұр деңізші, себебі біз сыйлық ойнатуды әрі қарата жалғастырамыз. Тапсырма, құрметті көрермен, 101 шығарылымның ішіндегі сенің ең сүйікті шығарылымың неге сенің сүйікті шығарылымың екенін комментарияға жаза кетте. Ең үздік комментария осы шарфқа ие болады. Каналымызға жазылып, бұл шығарылымға лайк басып, Каспий футбол клубына жанкүйер болуды ұмытпаңыздар. Каспий!